بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويسن التحميد للمؤتم والمنفرد اتفاقا تحميد دегенimiz ربنا اللهم ربنا ولك الحمد deydi تحميد deb. Енді оны айту сүннет. Кімге сүннет десе, мұқтамден үйші адамды. Және де мұнфарид жалғыз оқушы адам. Иттифақан бұл бір ауыздан дейді. Және де уәлил имами индахума сахибайынды бұны тахмидті имамға да айту сүннет деп жатыр да айдан. Бірақ имам Абу Ханифада не деп айтқан ол кісі? Имамға тасмих айту сүннет, үйшіға не айту сүннет деген? Тахмид айту сүннет деген да. Сами Аллаху лиман хамидах деп имам айтса, арттағылар не айтады деген, тахмидті айтады деген. Имам Абу Ханифаның көзқарасы. Яғни бұл жерде бағана сәл кішкене қате болып қалды жігіттер. Бұл жерде тахмидті үйші адам және де мұнфарид айтады дедік қой. Яғни тасмихпен бірге деген сөзді. Яғни маат тасмихті. Имам тасмих қана айтады. Бірақ Раббананы айтпайды. Имам Абу Ханифада. Сахибайында имам тасмихті де айтады, тахмидті де айтады. Жақсы ма? Сондықтан шейх Тахтави маат тасмих деп айтқанды. Фаяти бит тасмих хала ал-иртифа ва бит тахмиди хала ал-инхифад деп келтірген. Ва юсанну ал-исрару биха бихазихи ал-ашья, яғни бис сана ва ма бa'даху. Санадан бастап, бұл нәрселердің барлығын іште айтады деп жатыр. وَمَا بَعْدَهُ لِلْآثَارِ الْوَارِدَ بِذَلِكَ. Бұған қатысты нелер келген? Хабарлар келген деп жатыр. Мысалға, дәлел ретінде айтып кететін болсақ, имам Тахауи өзінің Шарх Маани ал-Асар кітабында Аби Уайл деген кісіден былай деп жеткізеді: كان عمر وعلي رضي الله عنهما لا يجهران بسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بالتأمين деп келгенді. Сонда бұл нәрселерді іште айтатын дейді. Дауыстап айтпайтын деп жатыр да. Яғни басмала, одан кейін тауыз, одан кейін тәминді. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن إبراهيم النخعي إبراهيم نخعيدен ол кісі былай деп айтқан екен: خمس يخفينا бес нәрсе жасырылады деген. سبحانك اللهم وبحمدك يا سنة والتعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم واللهم ربنا لك الحمد деп айтқан. Бесіншісі тәмин болу керек бұл кісіде. Төрт нәрсе келтіргенде, бес нәрсе дегенде бірақ төрт нәрсе келтіріп қопты да менде тахқиқта. Субханака, тауыз, басмала, Аллахума раббана лакал хамд дейді. Ішінде ол Аллаху алам бес нәрсе болса, онда не болу керек? Тәмин болу керек та тағы. Тәмин тасталып қалған мында жоқ та. Бұдан да басқа нелер көп хабарлар бар жігіттер. ويسن الاعتدال сенде келтірген бәлде сенде тақ. Бесі менде келтірмепті да. Сол неден келтірген ба? Абдуразақ Мұсаннафынан деп келтірген ба? Оны келтірмеген. Бәсе бес нәрсе болу керек. ويسن الاعتدال عند ابتداء التحريمة وانتهائها. Және де i'tidal дегеніміз тік тұру деген мағына. Яғни сен тахриманы қағып біткенге дейін сен тік тұру керексің. بأن يكون آتيا بها يعني بالتحريمة من غير طاعة رأسي كما ورد. Басын деңгейтіп алмайсың, қара жігіттер. Намаз басайын деп тұрсың, қыбла қарап айтасың да Аллаху акбар. Бет түсіріп Аллаху акбар демейсің деп отыр. Ибтидай тахрима ва интихайха тахрима да. بأن يكون آتيا بها بالتحريمة من غير طاعة رأسي كما ورد. ويسن جهر الإمام بالتكبير والتسميع. Тәкбірді, тәсмихті дауыстап айтқаны сүннет екен имам адамға. Лихажатихи иля и'лам. Тәкбірдегі мақсат бұл жерде бүкіл тәкбірлер айтып жатыр. Тәкбират интиқалаттары бар ғой. Соны барлығын дауыстап айту, тәсмих дауыстап айту ол сүннет.
Lihajatihi ila al-i'lam bish-shuru'. Ya sening namoz boshlaganingni bilib kerak qo'y. Da'ustab boshlamasang qaydan bilasan namoz boshlaganingni? Wal intiqal sen rukuhga ketib atqaningni, sajdega borib atqaningni, sajdadan ko'tarilib atqaningni qaydan biladi? Da'ustab aytungdan biladi-da. So'ndan wal intiqal deb son aytib atır. Wala hajata lil munfaridi kal ma'mum. Endi bu qajat emas deydi munfaridga, ma'mum sekildi deydi. Da'ustab aytuv. Wa yusanu tafrij al-qadamayn. Екі аяғың арасын ашып тұрасың қиямда. Қаншалықты десе, мына 4 саусақтың көлемінде осылайдан. Wa yusanu tafrij al-qadamayn fil qiyam qadra 4 asabi' li'annahu aqrabu ila al-khushu'. Себебі ол хушуға жақын дейді. Wa at-tarawuh afdal min nasb al-qadamayn. Екі аяққа тік тұрудан қарағанда таравух дегеніміз кезек-кезек демалып оқу. Бірінші бір жағына, я бір аяғына сүйенеді, келесі аяғына сүйенеді. Бұл қашан қиям ұзақ болса да, ұзақ бір сүре оқысан, Бақара, Имран секілді. Ва тафсиру таравухта айтып жатыр, қалай десең, я'тамида ала қадамин марратан, ва ала ал-ухра марратан, кезек-кезек. Лианнаху айсару ва амкану ли тули ал-қиям. Қиям ұзақ болса, бұл соған жеңіл дейді, кезек-кезек. Сондықтан бұл илля, егер қиям қысқа болса, көрінбейді дегенде. Сонда тараух жасамайсың да, қиям қысқа болса. Бақара секілді бағана сүрелерді оқымасаң, наспен ғана оқысан, фалақты ғана оқысан, қажет емес та онда тараух. Имам Абу Ханифа сөйткен дейді. Қағбаның ішіне кіріп, 2 рәкат намазды толық хатым еткен кезде, бірінші рәкатты бір аяғына сүйеніп бітірді, екінші рәкатты екінші аяғына сүйеніп бітірген дейді. Құранды толық хатым етіп. ويسن جهر الإمام ويسن تفريج القدمين ويسن أن تكون السورة المضمونة للفاتحة من طوال المفصل. طوال المفصل درдан болғаны жақсы дейді. الطوال дегеніміз والقصار بكسر أولهما جمع طويلة وقصيرة. والطوال дегеніміз الرجل الطويل деп айтады. Туал деп ұзын бойлы, биік бойлы адамды айтады, ер адамды. ويسمي المفصل به لكثرة فصوله. Неге mufassal деп аталды десе, ол жерде тафсил көп болғандығы үшін дейді. Яғни бөлімдері көп болғандығы үшін. لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة деп келтірген. Сүрелердің арасында фасл өте көп болғандығы үшін дейді, басмаламен. Дұрыс па? Қысқа сүрелер ғой, соңғы жақтар. Онда mufassal деп аталған дейді. وقيل لقلة المنسوخ فيه деп те айтылып жатыр. لكثرة فصوله бірінші تعليل болса, және де мансух өте аз болғандығы үшін дейді. Сонда бұл жерде фасл қандай мағынада келіп тұр? Тафсил, ихкам, وعدم التغيير деген мағынада келіп тұр. Сонда тафсил деген. وهذا في صلاة الفجر. طوال المفصل сен қай намаздарды оқисың десе, таң намазды оқисың, бесін намазды оқисың. ومن أوصاد المفصل, енді орташа сүрелерді қай намаз, жаму васат бифатхи ас-син ма байна ал-қисар ва ат-тивал. Екеуінің ортасындағы сүрелер, тивал мен қисардың. Оны қай сүрелерді, қай намаздарды оқисың десе, фил асри ва иша, аср мен құптанда дейді. Ва мин қисарихи фил мағриб, қысқа сүрелерді шамда оқисың дейді. Ва хаза ат-тақсим лау кана ал-мусалли муқима. Енді бұл айтқанымыз қашан дейді, егер намаз оқушы адам тұрғылықты болса, үйінде болса да. Мұқим. Әл-Мунфарид уәл имаму сауа. Мунфарид имамды тең дейді бұл жерде. Яғни жалғыз оқысаң да, имам болсаң да, саған осылай істеусің деді. Уәлам юсқил алал муқтадина биқираатихи кәзалик. Және де қашан деп жатыр, үйуші адамдарға ауыртпалық қылмаса дейді өзінің қырағатымен. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кейде тұрғылықты кезде де қысқартып оқығанды. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам таң намазын қысқа оқиды. Сол кезде сахабалар сұрайды, фалақ пен насты ғана оққанды, таң намазында, фарызында. Сахабалар сұрайды, не болды, неге өйтіп қысқарттыңыз деп, намазыңыз қысқартып жібердіңіз деп. Сол кезде айтады, артта бала жылады дейді. Сол анасының ойы қатты бөлініп кете ме деген оймен мен намазымды тез аяқтадым деп айтады. Сол осыған бағана ауру адамда, үзір бар адамдарда кіре береді бұл нәрсеге. Вал-муфассал хуа саб'у ас-саби'a. Ол 7-ші бөлік деп аталған екен, муфассал дегеніміз. Вал-муфассал хуа
as-sub'u as-sabi'. Qil, енді айтып жатыр да, бұл суб'у ас-саби' қай жерден басталады десе, ол басы дейді оның. Айндал аксари мин сурат худжурат дейді. Басымы худжураттан басталады деген да. Біреулер Мұхаммед сүресінен деп айтқан, саллаллаху алейхи ва саллям. Біреулер Фатх сүресінен деп айтқан, біреулер Қаф сүресінен деп айтқан. Енді осының туал муфассал қай жерден десе, айтып жатыр мин мабдаихи илал буруж. Осы ақуалдарға сай, Худжураттан бастап буружға, немесе Мұхаммедтен бастап буружға, немесе Фатхтан бастап буружға, немесе Қафтан бастап буружға деп аталды. Аусатуху қайсы десе, минха буруждан бастап неге дейін, лам якунға дейін, Байина сүресіне дейін. Енді қисар муфассал қай жерден десе, неден бастап, Байинадан бастап неге дейін екен, иля ахирихи нас сүресіне дейін. Вақил тивалуху минал худжурат иля абаса деп те айтылған екен. Худжураттан бастап абасаға дейін деп. وأوساطه من كورة ضحى деп айтқан екен де. والباقي قصاره дейді. Қалғандары қысқа сүрелер дейді. Жарай ма жігіттер? لما روي عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه. ابن عمر емес عمرдан. رضي الله عنه أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل. مغربта қысқа сүрелер оқитын. وفي العشاء بوسط المفصل. орташ сүрелерді оқитын. وفي الصبح بطوال المفصل. Ұзақ сүрелер оқиды таң намазында. وظهر енді зухр ол таң намаз секілді дейді. Неге десе, таң намазы мен бесін екеуі тең болғандығы үшін фи саатил уақыт. Уақыттың кеңдігі жағынан. وورد أنه كالعصر للاشتغال الناس بمهماتهم. Бесін ол асыр секілді деп те айтылған көзқарастар бар екен. Неге десе, себебі адамдар сол түскі уақытта жұмыс істеп жатады деген де. Уақыт өте тығыз болуы мүмкін. Сондықтан асыр секілді ұзақ сүрелер оқымайды, орташа сүрелер оқиды деген. Маңыз істермен айналысатын болғандықтан дейді адамдар. Варуя ан Аби Хурайрата радияллаху анху анна набия саллаллаху алейхи ва саллама كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل الكتاب يعني سجد сүресін оқитын. Таң намазына жұма күні. وهل أتى على الإنسان يعني إنسان сүресін оқитын екінші рәкағатында таң намазына. وقد ترك الحنفية إلا النادر منهم هذه السنة. Енді ханafилердің почти барлығы деп атырды. Өте аз дейді. Бұл сүннетті тастап қойған дейді. Оқымайды дейді ханафилер. Жұма күні пайғамбарымыздың бұл сүннетін өте азы, өте сирек адамдар ғана ханафилердің ішінде орындайды дейді. وَلَازَمَ عَلَيْهَا الشَّافِعِيَّةُ إِلَّا الْقَلِيلَ. Ал енді шафилердің көбісі осыған ләзім болып алған дейді. Көбісі осын орындайды. Байқасаңдар, көп мешіттерде, мына Мысырда, Каирда, таң намазында, жұма күні таң намазына барсаң, көп жерлерде сәжде сүресін оқиды. Басынан соңына дейін оқиды. إِلَّا الْقَلِيلِ. Сондықтан айтып жатыр енді. فَظَنَّ جَهَلَةُ الْمَذْهَبَيْنِ بُطْلَانَ الصَّلَاةِ بِالْفِعْلِ وَالتَّرْكِ дейді. Енді сондай бағанағы бұл сүннетті тастап қойды дейді ханафилердің көбісі, және де шафилердің көбісі амал істеді дейді тастамастан. Сондай дәрежеге дейін жетті дейді олардың білімсіздері дейді екі мазхабтың да. Егер ханафилер оқитын болсаң намазың бұзылады деп ойлап қалды дейді. Шафилер әрдайым оқитындар оқымасаң намазың бұзылады деп ойлап қалған дейді. Сондай неге дейін дәрежеге жетіп қалды дейді. Сондықтан тастап та қоймау керек дейді. Және де әрдайым істеп тастамай қоюды да олай істемеу керек дейді. Айтқанда екеуін тең адамдар ойлап қалмау керек, оның парыз деп ойлап қалмау керек те. Сондықтан ұстазымыздың бір оқиғасы бар еді. Мешітте жұмыс істеп жүрген кезде дейді. Айтады ол кісі, бір күні мен жұма намазының таңына бара алмадым дейді. Таң намазына. Сөйтіп жұмаға келдім енді дейді. Уағыз жүргіздім. Уағыз намаз біткеннен кейін жұма намаз. Мешіт жамағаттары келді дейді. Шейх, бүгін таңертең таң намазында мында соғыс болды деген ғой. Төбелес болды деген. Шу болды. Не болды? Осылай дейді, сіз болмағаннан кейін біз бір жігітті шығарғанбыз дейді арамыздан біреу. Ол таң намазында сәждемен инсанды оқымады деген. Сөйтіп артымызда адамдар тұрды да намаз бұзылды, бітті, намаз бастамасы оқимыз, сен не істедің деп, аяқта анау айтады дейді, имам болады деп олай оқсады. Анау болмайды дейді, сөйтіп біреулер намазын қайда оқыды дейді, сөйтіп ұрысып таң намазына сөйтіп тарқастық деп айтады.
Соның мысалы да мынау. Соны айтып жатыр соған қатысты. وَلِدَّرُورَةِ يَقْرَوْ أَيَّ سُورَةٍ شَاءَ. Енді зару жағдай болса, қалаған сүреңді оқисың. Өзіңнің неге зәрулігіңе сай. لِقِرَاءَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم المعوذتين في الفجر. Muavvizatayni o'qigan. Muavvizatayni maqsad qaysi suralar? Falaq bin Nas surasi. فلما فرغ قالوا أوجزت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتن أمه لنا. Бағана хадисте деп жатыр. Кімде келтірген? Бухариде келтірген. Осыған қысас хадисте келтірген. Бинахвихи дейді. Сонда бұл тұрғылықты кезде де рұқсат. Зару жағдай болса. Осыған қысас ауру адамды бұның үкіміне кіреді деп айтқан. Атын ауру адам келіп үйтін болса. Кәмәләу кәне мұсафира, сапарда болғаны секілді дейді. Сапарда жүрсең, қысқартып оқи берсең болады. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сапарда жүрген уақытта муауизатайнді оққан дейді, таң намазында дейді. Бұл хадисті Абу Дауд пен Насаи келтірген екен. وَإِذَا أَثَّرَ فِي سُقُوطِ شَطْرِ الصَّلَاةِ فَفِي تَخْفِيفِ الْقِرَاءَةِ أَوْلَى дейді. وَإِذَا أَثَّرَ فَاعِلٌ кім айтады? Айтып жатырды, сапар дейді, намаздың жартысының түсуіне әсерін тигізсе дейді. Онда қырағатты жеңілдетуге одан да күштірек әсерін тигізбей ма дейді. وَيُسَنُّ إِطَالَةُ الْأُولَى فِي الْفَجْرِ. Таң намазда бірінші рәкағатты созу сүннет дейді. Иттифақан бір ауыздан бұл. Таң намазың парызында бірінші рәкағатты созу оқу сүннет. لِلتَّوَارُث Min ladun Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Пайғамбарымыздың заманынан бері мирас болып келе жатқандығы үшін осы амал тоқтамайды. Иля яумина хаза, осы күнге дейін. Мысалға дейді, бис-сулусайн фил ула ва сулуси фис-сания истихбабан, мустахаб дейді. Қаншалықты бөлесін десе, мысалға 3-тен 2-сін, яғни общий оқидың Құранның 3-тен 2-сін, бірінші рәкағатты 3-тен 1-ін екінші рәкағатты оқисың. Осы ма? Мысалға мысал ретінде айтатын болсақ, қысқа мысалға 90 аят бар деп айтайықшы. Бәрі аяттар бір-біріне ұқсайды мөлшерлері. Бар ғой аяттар. Соны 90 аят деп елестетейік. Алғашқы рәкағатында мысалға 60 аят оқыса болады, екінші рәкағатында 30 аят оқиды. وَإِنْ كَسْرَ التَّفَاوُتُ لَا بَأْسَ بِهِ дейді. Енді тафаут өте көп болып кетсе де, ода тұрған еш нәрсе жоқ дейді. Яғни қатты созып жерсе деген мағынада. Ла бәс дейді, әбестігі жоқ деген мағына. Ва қаулуху фақат, таң намаздың парызында ғана бірінші рәкағатты созу сүннет деп жатыр. Фақат ишаратан иля қаули Мұхаммед. Имам Мұхаммедтің сөзіне ишарат етіп дейді. Ол кісі не деп айтқан? Маған намдырағы дейді. Сауап тұрғысынан көп болады деген мәселе, бұл ахабу илей деген мағынасы, сауап тұрғысынан көбірек деген сөзді. Анютау илал ула дейді. Фи кулли салауат деп айтқанда ол кісі. Бүкіл намазда, яғни парыз намаздардың барлығында бірінші рәкағатты созу ахабу илейе деп айтқан. Маған намдырақ деген. Ва тукраху италату сания. Бірақ екінші рәкағатты созып жіберу ол макрух, яғни танзихан, жақсы ма бұл? Тахриман емес. Макрух танзихан. Италату сания дейді. Екінші рәкағатты созып жіберу бірінші рәкағаттан. Бұл бір ауызда макрух. Қашан макрух болады? 3 аят оқитын болса. Бима фауқа я аятейн. Яғни 2 аяттан асса, яғни 3 аят оқыса деген сөзді. Бұның барлығы енді парызға қатысты. Ва фи навафил ал-амру асхал дейді. Ал енді сүннет намаздарда, нәпіл намаздарда іс жеңіл деп жатыр. Яғни жақсы ма? Ва юсанну такбиру ар-руку'. Рукухын такбирін айту сүннет. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع سوى الرفع من الركوع فإنه كان يسمع فيه. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір жығылған сайын тәкбір айтатын, көтерілген сайын тәкбір айтатын. Тек рукухте көтерілуден басқа ол кезде тәсмихті айтатын дейді. Бұл хадисті Бухари, Муслим келтірген деп жатыр. ويسن تسبيحه أي الركوع ثلاثا. 3 рет айту сүннет дейді тәсбихті. ركوعته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقول 3 مرات سبحان ربي العظيم
وذلك أدناه سبحان ربي العظيم деп үш рет айту ол ең азы дейді. وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى 3 مرات وذلك أدناه дейді. Бұл да ең азы дейді. Ең аз деген қандай мағына десе, ай адна камалихи ал-ма'нави. Мағынауи кемелдіктің ең азы дейді. Ол қалай сонда? وهو الجمع المحصل. Ол жама ал-мухассил, сүннетті орындайтын жамық деп жатыр да. Яғни сүннетті орындайтын жамық. Бұл айтқанда сүннеттің ең азы ол 3 рет деп жатыр да. Жақсы ма? Бұл жерде жамақта мақсат, немесе кәмәл мағнауи деп айтты да, луғауи емес дейді. Жамақ луғауи емес. Себебі жамақ луғауи екеуі де ең кем ол. Луғауи жамақ. Дұрыс па? Бірі мен екіні қоссаң, жамақ луғауи болады да бұл. Кемі. Wal amru lil istihbab. Енді бұл жердегі амр lil istihbab, фалияқул деген. Ана бір важиб емес те. Сондықтан айтып жатыр, фаюкраху ан янқуса анха. 3-тен аз айту макрух деп жатыр да. Кейбір кітаптарда бүйтіп айтады да, мысалға, жігіттер мына жерде. Аднаху деді, адна камал ас-сунна деп түсіндірген да. Яғни кемел сүннеттің ең азы 3 тәсбих деп айтқан да. Орташасы 5, көбі 7 деп айтқан. Сөйтіп келеді. Соны сүннетті орындайын десең, бұл кісі айтып жатыр, кем дегенде 3 рет айту керексің дейді. وَلَوْ رَفَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ إِتْمَامِ الْمُقْتَدِي 3. Енді сен 3 рет тәсбихті айтпай жатып, имам басын көтерсе рукухтен, не істейсің сен? فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُتَابِعُهُ. Имамға ілесіп кетесің дейді. 3 рет айтып тұрмайсың сен. Неге? Имамға ілесу ол важипті, ал тәсбихті айту ол сүннет. Сондықтан сен бірінші важипті орындайсың. Осы дұрыс. Имам Марғилани болса не деп айтқан? Ютимуху деп айтқан. 3 рет апарады, одан кейін тұрады деген. وَلَا يَزِيدُ الْإِمَامُ عَلَى وَجْهٍ يُمِلُّ بِهِ الْقَوْمَ. Және де рукухте жатып алмайды. Имам болса. Жамағатты жалықтырып жіберетін, иә? وَلَا يَزِيدُ الْإِمَامُ عَلَى وَجْهٍ يُمِلُّ بِهِ الْقَوْمَ. Иә? Имлал деген жамағатты жалықтыру да. وَكُلَّمَا زَادَ الْمُنْفَرِدُ فَهُوَ أَفْضَلُ. Енді мунфарид жалғыз оқысаң, арттырған сайын жақсы дейді ол. Бастысы тақ санмен бітірсең болды. Тақпен ше? 5, 7, 9 деген секілді. وَقِيلْ تَسْبِحَاتُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ وَالتَّكْبِرَاتُهُمَا وَاجِبَاتٌ деп те айтылған екен. Важип деп. Бұл кімнің сөзі? Абу Мути әл-Балхидің сөзі да, имам Абу Ханифаның шәкірті. Ол кісі не деп айтқан? Парыз деп айтқан да. Естеріңізде болса, я біз айтқанбыз оны алдыңғы дәрісімізде. Алдыңғы дәрісімізде келген бұл. وَلَا يَأْتِي فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِغَيْرِ التَّسْبِيحِ. Парыз намазында, я рукух пен саждеде тәсбихтен басқа еш нәрсе айтпайсың. وقال الشافعي, имам Шафии болса не деп айтқан? يَزِيدُ فِي الرُّكُوعِ اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وعليك توكلت وفي السجود سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين كما روي عن علي رضي الله عنه. Енді имам Шафии осылай деп айтқан. Құлна, енді осы айтқанның барлығы махмул аля халати тахаджуд. Бұл тахаджудке қатысты. Парыздарға емес. Бұл жердегі тахаджудтағы мақсат жалпы нәпіл намаз. Күндізде оқылатын, түнде оқылатын нәпіл намаздар. Жақсы ма? Сондықтан Шейх Тақтауи әл-Мурауды ат-танаффул деп айтқан. Жалпы нәпіл деген. Аамму мин каунихи лейлан ау нахаран деп айтқан. Ол кісі. Түнде болсын, күндіз болсын. Жақсы ма? Сонда біз тек тәсбих айтамыз парыз намаздарда. Нәпіл намазда не деп айтсаң айта бер дейсің де, мына дұғалардың бәрін. Саждеде, рукухте, жақсы ма? Ол нәпілде деп айтасың. Сол секілді жігіттер, екі сәжденің арасында да бізде не жоқ? Ешқандай не жоқ? Зікір жоқ ешқандай. Екі сәжденің арасында отырған кезде. Ал енді оған қатысты келген дұғалардың барлығы ол нәпіл намаздарға қатысты болды. Оны Шейх Тақтауи келтірген. وَيُسَنُّ أَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ حَالَ الرُّكُوعِ. Рукух қылған кезде тізеңді былай ұстайсың, осылай саусақтарыңды ашасың. وَيُسَنُّ تَفْرِيجَ صَابِعِهِ. Бұның бәрі сүннет. Саусақтардың арасын ашып тұру сүннет.
لقوله صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك екі қолыңды, былай айтқанда алақаныңды, екі алақаныңды екінің тізеңе қой дейді. وفرج بين أصابعك саусақтарыңды ашып тұр. وارفع يديك عن جنبيك және де екі қолыңды жаныңнан көтеріп тұр дейді, екі жаныңнан, тік ұстап. Бүйтіп алмайсың да, мысалы, кейде бүйтіп байқап қаласың, бүйтіп алады да, бүйтіп бүгіп, бүйтіп қысып. Жоқ, ондай емес, кәдімгідей тік тұрып, не істейсің ашасың деп жатыр. ولا يطلب تفريج الأصابع إلا هنا. Саусақтарды ашып тұру осы жерде ғана талап етіледі дейді, рукухте ғана. ليتمكن من بسط الظهر. Не үшін? Мағана белін тік ұстау үшін да. Белін тік ұстау үшін. والمرأة لا تفرج. Әйел адам бүйтіп тұрады, қосып тұрады, ашпайды саусақтардың арасын. Неге? لأن مبنى حالها على الستر да. Барынша әйел адам жұпыны болу керек намаздың ішінде. ويسن نصب ساقيه لأنه المتوارث. Нәсбу сақайхи деген, яғни сен рукухте тұрған уақытта мына балтырыңды тік ұстайсың, бүгіп алмайсың. Кейбіреу бүйтіп тізе жақтан бүйтіп балтырын қисайтып алады да, бүгіп алады тіземен қоса. Байқайсыңдар ма ондай? Кейде болады сондай. Олай істеуге болмайды деп жатыр. Ва инхинауһума шибхал қауси макрухун дейді. Танзихан да бірақ. Макрух танзихан. Енді бағана бүгіп алу, ол макрух деп жатыр. Ва юсанну басту захрихи. Арқасын тік ұстау сүннет дейді. Немесе бағана арқасын тік ұстау сүннет. Халя рукуахи. Бас деген негізі төсеу деген мағына ғой бір нәрсені. Арқасын тік ұстайды деген мағынада. Рукух халина. Лианнаху саллаллаху алейхи ва саллям иза рака юсауи захраху хатта лау субба алейхи мау истақарра. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям рукух қылатын және де арқасын тік ұстайтын дейді. Егер су құятын болса, су тұрып қалатын еді дейді арқасында, төгілмей. Варуя аннаху кана иза рака لو كان قدح ماء على ظهره لما تحرك يعني القدح لاستواء ظهره деп айтқанда. Егер пайғамбарымыз рукухте тұрса дейді, және де бір стақан су қойсаң дейді пайғамбарымыз арқасына, ол қозғалмайтын еді дейді. Пайғамбарымыз тік тұрған себепті, бағана арқасы тік болған себепті дейді. ويسن تسوية رأسه بعجوزه. Ажуз деген артқы жағы да. Енді айтып жатыр, басы мен арт жағы тең болу керек. Сонда басы, арқасы, арт жағы бәрі бит тең болу керек дейді, біркелік. Ал-ажуз дегеніміз биуазни раджул дейді. Раджулдың уазнінде min kulli shay'in muakhkharuhu, әрбір нәрсені артында айтады. Wa yuzakkar wa yu'annas. Бұл ертегінде де ертегінде де айтыла береді екен. Хаза ажуз деп айтасың, немесе хазихи ал-ажуз деп айтасың. Wal-ajizah дегеніміз не десе, лил-мар'ати хассатан. Бұл әйел адамға ғана қолданады. Вақат тустамалу лирajulin дейді. Кейде ер адамға да қолдануы мүмкін дейді, ажиза деп. Ва аммал ажуз фааммун. Ажуз дегеніміз барлығына ортақ дейді ол. Ва хуа ма байнал варикайн. Ол екі варикайнның ортасы дейді. Қызық, екі варикайнның ортасы деген сәл ғайру дақиқ деп айтқанда шейх. Тоқтауы. Сондықтан бұл жерде ва хуа әл-әлия десе әремірек болар еді дейді. Себебі екі қараңдар жекті, екі варик бар, варик мына ғой, құйрық қойып. Соның ортасы десе, ортасындағы нәрсе елестеп кетеді ғой, негізі дұрыс па? Бұл жерде мақсат ол емес қой дейді, шейх Тақтауи. Ол жерде мақсат не дейді? Кәдімгі өзі қой дейді, анау, екі құйрық. Түсіндер ма? Сол ғой деп жатыр да. Кәдімгі сол жақтар, мына арт жағы ғой, қысқасы мына жақтар ғой, мына бөліктер, арт жақтар. Осы арт жақтардың барлығы тең болу керек деп жатыр да. Сонда шейх Тақтауи فلو قال هو الألية لكان أولى деп айтқан. من الرجل والمرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم барлығы тік болу керек қойын. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع рукух қылса дейді, لم يشخص رأسه, басын көтермейтін, ولم يصوب, немесе түсіріп жібермейтін дейді басын. ولكن بين ذلك, бірақ осының ортасын ұстайтын дейді. أي لم يرفع رأسه ولم يخفضه деген мағына. ويسن الرفع من الركوع. Енді айтып жатыр, рукухтен басты көтеру сүннет деп жатыр да. Аля сахих дұрысында дейді. وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن الرفع منه فرض وتقدم. Бұның барлығы өтті негіз. Бірақ бұның важиптілігі жайылды біз айтқанбыз. ويسن القيام بعده. Және де осы бас көтергеннен кейін қиямда тұру дейді.
bir сәт кідіріп, ол да сүннет деп жатыр, таварус болғандығы үшін. Біз оны негізі қауманада уажib деп өткенбіз. Сол дұрысырақ та негізі. ويسن القيام بعده يعني بعد الرفع من الركوع مطمئنا للتوارث ويسن وضع ركبتيه ابتداء على الأرض ең бірінші екі тізеңді қоясың дейді. Сол сүннет. Одан кейін екі қолыңды қою сүннет. Одан кейін бетіңді қою сүннет. Сәждеге. Енді осы жерде шейх Тақтауи айтады, бірінші мұрынды қояды, одан кейін маңдайды қояды деген да. Ябдау бивадал анф деп айтқан. Мұрынды бірінші қояды деген. Инда нузулихи лиссуджуд. Бұл сәждеге барар кезде дейді да бұның барлығы. Ва ясджуду байнахума. Және де екі қолының алақанның ортасына сәжде қылады. Былайынан да сонда. Міне осылай. Жігіттер қараңдар. Осылайынан сәжде қылады да. Ва юсанну аксуху линнухуд. Енді дәл осының тұрар кезде осы ең соңғы нені қойдың, соны бірінші аласың. Соны бірінші көтересің дейді. Лил қиям. Биан ярфа ваджаху. Бірінші басын көтересің, екі қолын көтересің, одан кейін тізеңді көтересің. Бұл қашада әгер үзірі болмаса дейді. Сонда сен екі аяғының ұшымен тұрасың ғой. Түсіндір ма жігіттер? Еш нәрсені ұстай алмайсың. Екі саныңа неңді қоясың. Былай айтқанда сәжденің басын көтерген уақытта саныңа қоясың да бүйтіп тұрып кетесің. Ал егер әлсіз болса ол, әуләбиса хуффи немесе мәсігі болса, фаяфалу мәстата, шамасы келген істей береді дейді. Яғни фил хубут ва нухут екеуін деді. Оған бірінші тізеңді қой, бірінші неңді қой деп айтпаймыз. Қалай ыңғайлы солай барады, қалай ыңғайлы солай көтеріледі. Шамасы келгенше. Ва юстахаббул хубут бил ямин ва нухут бил ясар. Енді хубут сәждеге барған уақытта бірінші оң жақтарды қойған мұстахаб деп жатыр. Көтерілген кезде бірінші сол жақтардан бастап көтерген мұстахаб. Сонда былай да бірінші кішкене ғана да енді разница бір. Жарты секунд сәт қой сонда биттік. Бірінші сәждеге барған кезде оң тізеңді тізгізесің, артынан не істейсің? Солын тізгізесің. Оң жақсы ма? Көтерген кезде керісінше сол жақтан бастайсың деп жатыр. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجد إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه дейді. وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. Біздің немізді, мәселемізді қуаттайтын хадисті. Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджадан келген екен. Алла саллаллаху алейхи ва саллям сәжде қылатын болса тізесін қолынан бұрын қоятын дейді. Көтерілетін болса қолын тізесінен бұрын алатын дейді. وَيُسَنُّ تَكْبِيرُ السُّجُودِ لِمَا رَوَيْنَا. Сәжде тәкбірі сүннет деп атылды. Оны қазір ғана хадис келген еді. Алдың бетті. Пайғамбарымыз түскен сайын, көтерілген сайын, түскен сайын істейтін тәкбір айтатын деген. وَيُسَنُّ تَكْبِيرُ الرَّفَعِ مِنْهُ مِنَ السُّجُودِ لِلْمَرْوِي дейді. Көтерілген кезде тәкбір айту сүннет. ويسن كون السجود أي جعل السجود بين كفيه يكالقان ورتصنا سجده ол сүннет. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع وجهه بين كفيه дейді. Екі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сәжде қылатын болса, не істейтін? Бетін екі алақан ортасына қоятын. Рауах Муслим жеткізген екен. وفي البخاري لما سجد وضع كفيه حظو منكبيه деп те келген екен. Сонда қараңдар жігіттер, Муслимнің риуаятында былай келді деп тұр. Сәжде осылай барады. Имам Бухариның риуаятында былай келді дейді. Қолын осылай барды дейді сәждеге. Жақсы ма? Сол үшін былай да істеп тұрса болады. Вабихи қала Шафиғи радияллаху анху. Бұл екінші Бухариде келген нені имам Шафиғи алды дейді. Қала ба'дул мухаққиқин бил жама. Кейбір мухаққиқ ғалымдар екеуі де амал қылу керек деп айтты дейді. Қалай десе, кейде бірінші хадиспен, кейде екінші хадиспен дейді. هو أن يفعل بهذا مرة وبالآخر مرة. يا وسمين برلت كينجز من برلت إن كان بين الكفين وإن كان بين الكفين أفضل وهو حسن. رغم بين الكفين الأفضل جوات الله مسلم قلت لك وهو حسن مستحب تيجي معنا ده. ويسن تسبيحه تسبيح نيت السنة أي السجود بأن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا لما روينا. Бұған қатысты хадисті айтты. Немесе лима руина десе болады, е? وَيُسَنُّ مُجَافَاتُ الرَّجُلِ أي مُبَاعَدَتُهُ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ. Ішін екі
несінен санынан алыстағаны жақсы екен. Сүннет. Ва мужафату мирфақайхи ан жанбайхи. Сәждеге барыңыз қосып болмайды былайынан. Шынтақтар екі жанына. Ва мужафату зираайхи анил ард. Мына екі шынтағын білектерін неге тигізбейді, жерге тигізбейді. Осы сүннет. Әрине қашан фи гайри захматин. Захма болмаса дейді. Былай қай кез тұрасың, захма болмаса да. Адамдар тұрса, онсыз да қысылып жатса қалай тұрасыз сен, әсіресе Қағбаның алдында. Мен гайри захмати хазаран ани изаи ал-мухаррам, себебі зиян беру ол тыйым салынған нәрсе деп жатыр да. Соған түсіп қалмау үшін. Хазаран ани изаи ал-мухаррам. Лианнаху саллаллаху алейхи ва саллям кана иза сажада джафаридан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сәжде қылатын болса, ішін екі саннан алыс ұстайтын. Хатта лау шаат бухайматун ан тамурра байни ядайхи ла маррат. Егер лақ бар ғой, кішкентай лақ. Туылып сәл кішкене күндер өткеннен кейін, соны бухайма деп айтады. Немесе бахма деп айтады. Бахманың тасғиры да бұл бухайма деген. Егер алдынан өтем десе, өтіп кететіндей пайғамбарымыз естейтін, ашық ұстайтын дейді. Ва кана саллаллаху алейхи ва саллям юджанних хатта юра вадаху ибтайхи ай баядухума. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям юджанних деген бағанасы екі қанат жасау деген бағана, сәждеге барған. Осылай тұратын, тіпті мына кейде қолтығының несі ағы көрінетін дейді, қатты ашқаннан. Ва қала алейхи салату ва салам ла табсуд баста сабу деп айтқан. Сәждеге барсаң, баған жыртқыш жануарлар секілді жатып алма деген де былай, шынтағын қойып. Вадахам аля рахатайка, екі алақаныңа сүйен дейді. Ва абди добайка, екі қолыңды кең ұста, екі жаныңа жабыстырмай. Фа иннака иза фаалта залика сажада куллу удуин минки. Сен олай істейтін болсаң, бүкіл мүшеңмен бір сәжде қылғандай боласың дейді. Ва юсану инхифаду ал-мар'ати ва лазқуха батнаха бифахидайха. Әйел адам болса барынша төмен болғаны жақсы дейді намазда. Және де ішін екі санына қосқаны жақсы деп жатыр, сүннет деп жатыр. Лианнаху алейхи салату вассалам марра аля мраатайн тусаллиян. Екі әйелдің қасынан өтті дейді, намаз оқып жатқан. Фақал иза сажаттума фадумма бa'ду лахми ла бa'д. Егер сәжде қылсаңдар, онда кейбір мүшелеріне тигізіңдер деген. Бұл айтқанда бағана неде келген дейді, істеуді мәтінде келген дейді. Неге десе, себебі әйел адам, пайғамбарымыз айтып отыр, әйел адам бұл мәселеде ер адам секілді емес дейді. Бұны ахраджаху Абу Дауд фи марасилихи вал байхақию фи сунан ал-кубра деп келтірген екен. Не үшін десе, лианна ауратун мастуратун. Яғни мар'ата ауратун мастуратун. Әйел адам ол әурет деп жатыр, мастура деген жасырылған деген мағына. Ва тусанну ал-қаумату дейді. Енді қаума сүннет дейді. Яғни итмамаха. Бұл жерде қаумадағы мақсат отырыстың өзі емес, кәдімгі итмам қылу дейді. Себебі отырыстың өзі парыз ғой дейді. Отырысқа жақын бару парыз ғой дейді. Қауманың өзі сүннет деп жатыр. Лианна рафха мина суджуд фарду иля қурби ал-қууд дейді. Фа итмаму ар-рафа суннатун деп жатыр. Ва тусанну жилсату байна саждатайн. Енді осы екі сәжденің ортасында жәлса, отырыс жасау, кідіріп асықпай, тұманина жасауда. Бұл жел жәлсадағы мақсат, Шейх Тахтави әл-мураду биха ат-тұманинату фил қаума деп айтқанда, кідіруді бір сәт. Ва юсанну ваду ал-ядайн ал-фахидайн. Кейін мына екі қолыңды екі саныңа қойғаның сүннет дейді. Хал әл-жәлс отырыс барысында. Фима байна саждатайн, екі сәжденің ортасында. Фаякуну ка халати ташаххудте отырғандай отырасың дейді. Кама фаалаху набий саллаллаху алейхи ва саллям ва ла яхуду ар-рукбата хува ал-асах дейді. Енді айтып жатыр, осы ташаххуд секілді отырған уақытта мына екі тізесін рукухтегідей бүйтіп ұстап алмайды дейді. Былайынан қояды. Мына сонда саусақтардың ұшы, мына ненің ұшы қай жерде болады? Тізесіне жақын болады. Осылайынан болады. Тізе басылатын жерде тұрады саусақтар.
саусақтың ұшы сонда ненің тізенің ұшына жетіп тұрады да, ұшпам ұшы екеуі. Екі шеттен. ويسن افتراش الرجل رجله اليسرى ونصب اليمنى. Оң аяғын төсеп, соның үстіне отыру сүннет. Сол аяғын дегенде, сол аяғын төсеп қойып, соның үстіне отыру сүннет. Ифтираш деген негізі төсеу деген мағына ғой. Соның аяғын қояды да жатқызып, соның үстіне отырады егер адам. Және оң аяғын тік ұстайды, дұрыс па? Отырыста. Ва таужиху асабиха нахвал қибла, бұл да не? Мустахаб. Кама варада ан ибн Умар радияллаху та'ала анхума. Мустахаб бұл кісі енді сүннет деген келтіріп жатыр, иә, мақтуф қылып. Ва юсану таваррукул мар'a. Әйел адамда сол білесіздер отырыстарын таваррук отырыс жасау сүннет деп жатыр әйел адамдарға. Би ан тажлиса ала алиятиха. Я ол алия байқасаңыздар жанымен отырады да. Мына несі асты жерге тиеді да бірінші, сол жағы. Кейін мына аяғын сол аяғының астынан шығарады. Я білесіздер жалпы ол отырысты. Би ан тажлиса ала алиятиха ва тада al-fakhidha ala al-fakhidh, dұрыс па? Ва тухриджу rijlaha al-yusra да. Қаяқтан шығарады? Мин тахти варикаха al-yumna. Сол аяқтың бағана асты жағынан шығарады дейді, варик. Лианнуху астару лаха дейді. Осылай отырған ол әйел адам үшін жасырынырақ деп жатыр да. Түсінікті ба? Ва тусанну лишарату фи сахих. Дұрысында ишарат ету сүннет дейді ташахудте. لأنه صلى الله عليه وسلم رفع أصبعه السبابة وقد أحناها شيئا. أحناها شيئا деген мағынасы. Пайғамбарымыз саусағын көтерілді дейді былайынан. Ахнахадан июді саусағын. Осылай иді дейді. Былай ұстамады. Былай емес дейді да. Кішкене иді былайынан. Ахнаха шей'ан деген кішкене бүкті деген мағына. Түсінді ме? Осылайынан. ومن قال إنه لا يشير أصلا فهو خلاف الرواية والدراية. إن شاء الله Шейх Ибн Абидиннің осыған қатысты екі рисаласы бар. Алла қаласа оқимыз иншалла соны. Сол жақта бүкіл дәлелдерді келтірген Ибн Абиди. Енді айтып жатыр, ишарат қылмайды деген ол риуаятқа да қайшы дейді, дираятқа да қайшы деп жатыр. Тарында риуаят, дираят деп айтатын болса, көбінесе риуаят деп имамдарымыздың риуаят айтады. Дирая деп дәлелді айтады кәдімгідей. Негізі солай да. Риуая десе бізде солай да негізі. Риуая десе имамдардың риуаяты да. Имам Абу Ханифалар. Себебі имам Абу Ханифа, имам Мухаммед, имам Абу Юсуфтан да жеткен да, қол ишарат ету деген. Енді мутаватир нелерде келмесе де, машһур. Бірақ ахат болсын жеткен да риуаяттары. Дирая деп кәдімгі дәлелді айтады, хадистен алынатын дәлелдер. Екеуіне де қайшы деп жатыр. Осылай кете берсек те болады принцип. Шейхтің несіне айбарасымен тақтауиға нетпей ақ. وَتَكُونُ بِالْمُسَبِّحَةِ أَيَ السَّبَّابَ деп жатыр. Мусаббиха, яғни мына сұқ-саусақпен болады. Сұқ-саусақты мусаббиха деп те айтады. Тәсбих айтады. Көбінесе адам пәк дегенде осы саусақты көтереді дейді. Сөгетін болсаң да осымен, сол үшін саббаба деп аталған. Минал юмна фақат. Оң қолыңның ғана саусағын көтересің дейді. Юширу биха инда интихайхи иля шахадати фит ташахуд. Ташахудте шахадат айтып атқан уақытта не істейсің дейді, ишарат қыласың дейді. Бұл инда интихайха деген мағанасы, яғни инда усулихи деген мағана. Яғни сол шахадат сөзіне жеткен уақытта көтересің ташахудте. لقول أبي هريرة رضي الله عنه إن رجلا كان يدعو بأصبعيه дейді. Дұға қылған кезде былай дұға жасауатты дейді. Осы Алла деп, осы екі қолмен дейді. Фақали Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям не деп айтты? Ахид, ахид деп айтты дейді. Оның мағынасы, яғни бір ғана саусағын көтер деген мағына. Асма ахид, ахид деген мағынасы, яғни ақим усбуан вахидатин вахиял юмна деген сөз да. Оң саусағын ғана көтер деп жатыр. Оң қолыңның бір саусағын ғана көтер деп жатыр. Ярфауха айал мусаббихата инда нафи. Негізі бұл дәлел бізге қажет емес. Бұл намаздың сыртында айтылып жатыр да негізі. Сәй емес те, бұл ташаххуд негізі. Шейх Тахтауи оны ескерген негізі. Сондықтан вахаза дәлел ла юнтижу ал-мудда'a деп жатыр да. Бұл бізге қатысты емес деп жатыр да негізі.
Лианнау фи дуа ла фи ташаххуд деп атады шейх Тахтауи. Бұл дұғаға қатысты ташаххудқа емес дегенде. Енді айтып отыр, қай кезде көтереміз десе, мусаббиханы нафи қылған кезде көтереміз. Қашан ол? Ла илаха дегенде көтереміз, иллаллах дегенде түсіреміз. Соны айтып жатыр. Ай нафи ал-улухияти амма сиваллахи таала. Алладан басқасының барлығынан Құдай болу деген нәрсені қайтару да. Қай кезде би қаулихи ла илаха. ويضعها عند الإثبات أي إثبات الألوهية құдайлық деген нәрсені Аллаға бекіткенде түсіреміз да. بقوله إلا الله ليكون الرفع إشارة إلى النفي. رفع сонда саусақты көтеру нәфиге ишаратта, жоқ деген сөзбен теңде ол. ла илаха деген саусағыңды сөзіңде сай келеді, бірдей болады да. Иллаллах дегенде тілмен, ауызбен де исбат қылып жатсың, саусағыңмен де, ісіңмен де исбат қыласың. Түсіндіңдер ме? Екеуін бірге. إلا الله ليكون رفع إشارة إلى النفي والوضع إلى الإثبات ويسن الإصرار بقراءة التشهد. شتي يوقيسن өзің еститіндей. Енді айтып жатыр, وقيل إلا عند الإشارة بالمسبحة فيما يروى عنهما عن الصاحبين. Енді айтып жатыр, бірінші ишарат қылдық дейді біз, оның саусақтарын бүйтіп жинамайтындығына дейді. Мына кішкентай саусақ одан кейін саусақтарды дейді. Тек ишарат жасайды да, саусағын көтереді болды дейді. Бірақ қиыл бар дейді, мусаббиха мен ишара, яғни саусақпен ишарат жасайтын уақытта ғана саусақтарын жинайды деген. Сол дұрысырақ та негізі. Бұл кісі бір, сондықтан шейх Тахтауи айтады, осы жерде қиыл деп бір саниуху яқтади дафал ақд дейді. Бүйтіп саусақты бір жинау, бір әлсіз секілді көрсетіп тұр дейді бұл кісі. Бірақ ондай емес дейді, ол валайса казалик деп айтқан. Сондықтан былай деп келтіреді ол кісі, إذ قد صرح في النهر بترجيحه وأنه قول كثير من مشايخنا деп айтқанда, қолды саусақтармен жинайды деген. وقال وعليه الفتوى деп айтқан екен. كما في عامة الفتاوى. وتسن قراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين. 4 рәкағат парыз намазда, мысалға 3 рәкағат парыз намазда, соңғы рәкағатында 3 пен 4-те немесе 3-ші рәкағатта ақшам намазында Фатиха сүресін оқу сүннет екен. Фис сахих. Варуя анил имам би уджубуха дейді. Оның важиптілігі де риуайт етілді имам Абу Ханифадан. Варуя анху ат-тахир дейді. Тахир, өзі біледі, қаласа Құран Фатиха оқиды, қаласа тәсбих айтады, қаласа сүкут үндемей тұрады деген. Фатиха оқиды, бұл бірінші вариант тәсбих, яғни 3 тәсбихті, немесе сүкут, 3 тәсбих мөлшерінде, немесе Фатихадай мөлшерінде үндемей тұрып. Ва тусану ас-салах аля наби саллаллаху алейхи ва саллам фил джулус ал-ахир. Фаякул مثل ما قال محمد رحمه الله تعالى لما سئل عن كيفيتها فقال يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وزيادة في العالمين ثابتة في رواية مسلم وغيره فالمنع منها من هذه الزيادة ضعيف تواتر ده السزيد. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في العمر مرة يا ابتداء وتفترض كلما ذكر اسمه لوجود سببه дейді. Енді айтып жатыр, пайғамбарымызға салауат айту, ол өмірінде бір мәрте салауат айту, ол парыз дейді. Ибтидаан деген мағынасы айтқанда ешқандай несі себепсіз деген мағына. Өзің айту керексің. Неге? Аятқа бойсыныпты. Аятта я юхаллазина аману соллу алейхи ва саллиму таслима деп келді. Оған салауат айтыңдар дейді. Сол аятқа бойсынып отырып, сен пайғамбардың есімі аталмаса да, сен бір мәрте не істеу керексің? Пайғамбарға салауат жолдау керексің. Өмірінде бір мәрте парыз дейді. Және де айтып жатыр бұл кісі, шейх Тахауидің сөзін келтіріп айтып жатыр, пайғамбарымыздың есімі аталған сайын айту парыз дейді. Негізі, бірақ ол не? Олай емес. Не үшін десе, себебі табылғандығы үшін дейді. Себеп не ол? Хуа зикру исмихи саллаллаху алейхи ва саллам.
Пайғамбарымыз есімін атау да. Сонда бір рет айтылса жеткілікті да, міндетті орындаған болады. Одан әр қайталанған сайын, бірақ айтып отыру мұстахабты. Жақсы ма? Болуы мүмкін ғой, бір мәжілісте отырсын. Ол жерде бір рет айтылса болды, түсті міндет. Ал бірақ әр айтқан сайын, пайғамбар есім атылған сайын салауат айту, ол мұстахабты. Уәжіп емес, міндет емес. ويسن الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Намаз соңында салауаттан кейін, я Ибрахимиядан кейін дұға айтамыз. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله عز وجل والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعد ما شاء. Енді пайғамбарымыз айтып жатыр, егер кім-дегім дұға ететін болса дейді, я сені араларыңнан, онда тахмидпен бастасын дейді, Алланы мақтаумен бастасын, Аллаға мадақ айтумен бастасын дейді, әссана, және де пайғамбарға салауат айтсын, одан кейін барып қалағанын сұрасын деп жатыр. Енді шейх Тоқтай Өшелі бір ескерту жасайды, әл-мутабадир бұл намаздың сыртына қатысты дейді. Бұл бір намаздың сыртында қатысты айтып жатыр, яғни дұға ететін болсаңдар деп ше. Бірақ бұл кісі оны бізге намаздың ішіндегі дәлел келтіріп жатыр. Өстіп. Қараңыздар, енді айтып жатыр, жақсы бұл хадис келді дейді, қалағаныңды сұраңдар деп ше. Фәлиядау, қалаған сұрасын деп жатыр пайғамбарымыз. Фәлиядау мәшәә деп жатыр. Дұрыс па? Бірақ дейді ол кісі айтады, намазда бірақ қалағаныңды сен сұрай алмайсың дейді. Неге? Ләкин ләмә варада анху саллаллаху алейхи ва саллям, бірақ пайғамбарымыздан басқа да бір хадис келді ғой. Инна салатана хазихи ла яслуху фиха шей'у мин каламин нас деп айтты ғой. Адамдардың сөзі намаздың ішінде жарамайды деді. Қуддима хазал мани, енді осы хадис кез келген дұғаны жасаудан алдын қойылды дейді. Яғни қуддима хазал мани, яғни осы хадис маних болып тұр, дұрыс па? Ла яслух деп айтып жатыр ғой. Шей'ун мин каламин нас. Енді бұл хадис маних болып тұр. Бұл ибахаты дұғаны білдіретін хадистен бірінші тұрады дейді. Кез келген сұрай беріңдер деген хадистен бірінші тұрады дейді. Қандай кез келген нәрсе? Бима ажабаху фис сала дейді. Бұл айтқанда адамдардың сөзіне ұқсайтын деген мағынада. Бұл жерде бима ажабаху фис сала деген мағынасы ай мимма юшбиху каламан нас деп айтқанда шейх Тоқтауи. Бұл айтқанда намаздың ішінде оны таңғалдырған нәрсемен, бұл айтқанда намаз оқушыны таңғалдырған нәрсемен дұға ету рұқсат дегеннен алдын мәни хадисі бірінші тұрады деп жатыр. Фәлаяду фиха, сондықтан намаздың ішінде тек қана Құранның сөздеріне ұқсайтын сөздермен дұға етеді. Мысалы қалай? Роббана ла тузиг қулубана. Бұны дұға еткен кезде жігіттер дұға ниет етеді. Қырағат емес. Қырағат ниет етсе мәкрух. Роббана ла тузиг қулубана. Құранның бір аяты ғой негізі, бірақ дұға ниет етесің. Жақсы ма? Сол себепті шейх Тоқтауи Құранды ниет ететін болса мәкрух дегенде. Құран оқуға болмайды ғой отырыста. Уабима юшбиху алфаза сунна, сүннетте келген дұғаларды не істейсің, дұға етесің. Уаминха, соның ішіне мысал ретінде айтып кетеді. Маруия ан Аби Бәкрин радияллаху анху аннаху қал Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Бәкір пайғамбарымызға айтқан екен. Аллимни я Расулаллах дуан. Алланың елшісі маған бір дұға үйрет. Аду бихи фи салати, намазымның ішінде дұға етуім үшін дейді, сол дұғамен. Фақал саллаллаху алейхи ва саллям құл, бұлай деп айтты деген. Аллахумма инни заламту нафси зулман кафира. Мен өзіме көп зұлымдық қылдым, Ва иннаху ла яғфиру аз-зунуба илля анта, күнәні сен ғана кешіресің. Фағфирли мағфиратан мин индика вархамни. Өзіңнің құзырыңнан баған мені кешір, Фағфирли мағфиратан мин индика, Вархамни, мені өз мейіріміңе ал дейді. Иннака антал ғафуру рахим. Сен кешірімдісің, мейірімдісің. وكان ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود дұға жасайтынды, يدعو بكلمات, бір сөздермен дұға жасайтын, соның ішіне, сол калиматтардың ішіне кіретін дұғалардың бірі дейді. Аллахумма инни ас'алука минал хайри куллихи ма алимту минху ва ма лам а'лам ва а'удhu бика минаш шарри куллихи ма алимту минху ва ма ла а'лам ва ма лам а'лам. Дұға түсінікті, мағанасы. Енді
Birinchi hadisni Buxoriy keltirgan ekan, ya. Bag'ana. Birinchi duoni Buxoriy va Muslim keltirgan, ikkinchisini Abdurazzoq o'z musannafida keltirgan deydi. Ya'ni de Ibn Abi Shayba o'zining musannafida keltirgan deyaptir. So'nggisi. Wala yajuzu an yad'a fi salatihi bima yushbihu kalam an-nas. Odamlarning so'zlarini o'xshaytgan so'z bilan duo etuvga bo'lmaydi. Li'annahu yubtiluha, sebebi ol namozda buzadi. In wujida qabla, qazon namoz buzadi agar o'tirishdan oldin bo'lsa deydi. Al o'tirishdan keyin bo'lsa vojibni tark etgan bo'ladi deydi. Qalay? Salimda ol vojib degan maqsad. Ismi? Aytib o'tirdi so'ngdan. Qadr tashahhud bo'lganga deyin duo etib qo'ysa, unda namoz buzildi deydi, turibmi? Sebebi ol rukunlar oyoqtalmay жатып duo жасап qo'ydi, o namoz buzatgan narsani aytib so'lab qo'ydi. Al endi qu'uddan keyin bo'lsa, qabla salam, onda ne vojibni tafvid qilgan bo'ladi, vojibni o'tkazib yurgan bo'ladi. Va yufawwitul vojib, vojibdan maqsad ne ol? Taslimda salam beru. Salam bilan oyoqtov kerak edi ol namozni. Ol bo'lsa duo жасап не isteb жүрdi, buzib yubordi namozni. Va yufawwitul vojiba bi wujudihi qabla as-salam, bi wujudihi ne ol? Bi wujudi al-mubtil. Mesela بوجود ما يبطل الصلاة الذي هو كلام الناس مثلا مما يشبه كلام الناس قبل السلام بخروجه به دون السلام diyor. Sol sözmen çıkıp beretten namazdan. Selam min emas deb aytadi. Yaxshimi? Bi khurujil musalli bihi degan ma'nosi bi kalamin nasda duna as-salam. Wa huwa mislu qawlihi Allahumma zawwijni fulana deb aytgan sekildi deydi. Namoz buzat deb aytadi. Wa aw a'tini kaza min az-zahabi wal-fiddati wal-manasib desa, namoz buzat. Nanday ma'an mansab ber, nanday ma'an kumus altın ber desa, Allah duo etib atsa namozning ishida salamga deyin namoz buzilib ketadi. Li'annahu la yastahilu husuluhu min al-ibad, sebebi bularning hech qaysisi qullarning tarafidan o'rnaluvi mustahil emas. Al istihala bo'ladigan narsa, mumkin emas bo'ladigan narsa ol afu min afiya sekildi deydi. Kechiruv, sog'liq beru ol kimning qo'lidagi narsa? Allohning qo'lidagi narsa-da. Ikki dunyoda sog'liq beru sаған, amanlik beru, sаған kechirim beru, ol tek Allohning g'ana qudratidagi dunyolarda. Endi bu жерде мынандай bir ескеру бар жігіттер. Жақсы, сонда Құранда келген дұға болса айта берсең проблема емес. Пайғамбарымызда кез келген дұғаны айта берсе проблема емес. Енді осы екеуінде де келмей, әр ол құлдардың тарапынан орындалатын болса, намаз бұзылып кетеді екен. Орындалмайтын болса, Құранда да келген жоқ, сүннетте де келген жоқ. Бірақ плюс адамдардың қолынан келмейді. Онда намаз бұзбайды екен. Адамдардың қолынан келетін болса, онда бұзылады. Әр шартпен не ол? Құран мен хадисте келмеу керек. Құран мен хадисте келсе ешқандай дұға бұзбайды. Ал енді екеуінде де келмей, әр адамдардың тарапынан орындалатын болса, бағанағыда алтын күміс бер деген секілді. Ona намаз бұзылады екен. Жақсы ма? Осы ең дұрыс көзқарас. Мына шейх келтіріп жатқан. Мимма юшбиху калама нас деген мағынасы осы жігіттер. Жақсы ма? Ертең сұрауы мүмкін сенен. Адамдар сөзіне ұқсайтын қалай ол сонда деп ше? Өз олса жауап бересің. Құранда келмесе, сен жасаған дұғаң Құранда келмесе, сүннетте келмесе, әрі бұл құлдардың тарапынан орындалуы мүмкін болса, намаз бұзылады. Мүмкін болмаса, намаз бұзылмайды деп үйсіп түсіндіріп айтып бересің. Аха. Мысалы, көмек бер деп сұрауда, басқа бір елге деп елдің атын айтамыз ғой, лафыз, бұл бұзыла ма, бұзылмайды? Елге деп па? Көмек бер деп. Жоқ, бұзылмау керек ол. Ондайлар келген ғой, жалпы. Насыр мағынасында ма? Көмек. ويسن التفات يمينا ثم يسارا بالتسليمتين. Және де қараңдар, бұрылу сүннет екен. Оң жаққа, сол жаққа бұрылу сүннет. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن. Бұрылған кезде мына хат деп мына жерлерді айтады. Осы жерлер көрінетін. Былайынан бұрылатында, сосын мына иыққа қарау керек. Сосын иыққа қарау әдепті. Иыққа қарау. Жай ғана бүйте салмайсың да? Салмайсың. Кәдім бұрыласың да былайынан.
حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر. فإن نقص فقال السلام عليكم dese немесе أو سلام عليكم dese أساء بتركه السنة. Сүннет тастап қойғандығы үшін сүннетке қайшы дұрыс емес амал қылған болады деген мағына асаа деген. Осаха фардуху парызы бірақ дұрыс та ол. Вала язид ва баракатуху деген сөз қоспайды деп жатыр. Неге десе ол бидағат дейді да. Валайса фихи шейун сабитун дейді. Сен бұған қатысты бекіген бірне еш нәрсе жоқ дейді да. Баракатухты қосуға қатысты. Бірақ дұрысырағында негізі келген де ол. Баракатух деген сөз келген, бірақ ғалымдарымыздың, пайғамбарымыздың заманынан бастап баракатухты қосу таварус болмаған да просто. Бар, бірақ таварус жоқ та, қолданылмаған. Түсіндіңдер ме? Сондықтан дұрысында бұл бидағат емес. Имам Науи да бидағат деп айтқан, жоқ ондай емес дұрысында. Ва хуа мардуд дейді. Не үшін десе, Сунан Абу Дауудтан Алқама ибн Ваилден, о кісінің әкесінен радиаллаху анху былай деп айтады: мен пайғамбармен намаз оқыдым дейді. Оң жаққа сәлем берген уақытта ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух деп берді дейді. Сол жаққа сәлем берген уақытта ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух деп берді дейді. وسكت عليه هو ثم المنذري وفي الحلب عن مختلف الفتاوى أنه يزيد وبركاته في التسليمتين деп келген. Сондықтан бұл ешқандай бір бидағат емес. Шейх Унайм оған әдемі жауап бергенде, ол бидағат емес. Иә, бірақ ол таварус ода жоқ деп айтқанда, яғни айтылып келмегенде, пайғамбардың заманынан бастап осы уақытқа дейін үйтіп айтылмай келгенде, баракатух болса айтылмайды, таварус жоқ та. وَإِنْ بَدَأَ بِيَسَارِهِ نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا. Мен біреу сәлемді сол жақтан бастап берсе, әдейі немесе қателесіп, онда оң жағына сәлем береді, қайта сол жағына сәлем беріп жүрмейді дейді. Көрдіңдер ме? وَإِنْ بَدَأَ بِيَسَارِهِ نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا дейді. يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا يُعِيدُهُ عَلَى يَسَارِهِ дейді. Қайта сәлем бермейді. وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ سِوَى الْإِسَاءَةِ فِي الْعَمْدِ. Әдейі істесе, ол сүннетке қайшы қылған болады. Иса деген мағынасы сол да, сүннетке қайшы әрекет қылған болады. وَلَوْ سَلَّمَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ. Енді біреу тұрып, тігінен қарап тұрып, ассаламу алейкум рахматуллах деді. Енді не істейді ол? Одан солға бұрылып, ассаламу алейкум рахматуллах деп сәлем береді. Тігінен беріп қойса біріншісін. Тилқа ваджхи деген мағынасы сол. وَلَوْ نَسِيَ يَسَارَهُ وَقَامَ. Енді біреу ассаламу алейкум рахматуллах деді, оң жаққа сәлем берді, тұрып кетті. Айтып жатыр, мешіттен шығып кеткенге дейін, немесе сөйлегенге дейін отырып сәлем береді деп жатыр да. وَلَوْ نَسِيَ يَسَارَهُ وَقَامَ يَعُودُ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ. Мешіттен шығып кетпесе дейді, отыру керек. Немесе сөйлегенге дейін деп жатыр. Бірақ дұрысырағында, ең дұрысында қыбладан бұрылмау керек та негіз. Мешіттен шығу шарт емес та. Қыбладан бұрылмау керек. Сондықтан шейх тоқтауы келтірген وَفِي الْأَصَحِ أَنَّهُ يَأْتِي بِهِ مَا لَمْ يَسْتَدْبِرْ الْقِبْلَةَ деп айтқан. Қыбладан бұрылып кетпесе деген. Қыбладан бұрылмаса, және де сөйлеп қоймаса, я. فَيَجْلِسُ وَيُسَلِّمُ. وَيُسَنُّ نِيَّةُ الْإِمَامِ الرِّجَالِ. Енді сен сәлем берген уақытта кімдер ниет етесің? Имам болсаң, ер адамдарды, әйел адамдарды, сәби балаларды, екі жыныстыларды ниет етесің дейді. Сен сәлем бергенде. Одан кейін кімдер ниет етесің десе, وَالْمَلَكَةَ الْحَافَظَةَ. Сақтаушы періштелер дейді. Хафаза деген жаму хафиз деп атыр. Сумму неге хафаза деп аталды десе, адамдардың бойына табылатын сөздер мен істерді сақтайтын болғандығы үшін дейді бұлардың. Хафаза деп атылған дейді. Немесе дейді, бұл періштелер адамды жыннан және де өліп кетудің себептерінен, өлімнің себептерінен сақтайтын болғандығы үшін хафаза деп аталды дейді. Мияқта маатиб деп нені мақсат етіп тұр? Асбабул маатиб деп махалик деген мағына. Немесе уаказал муъзият, зиян беретін нәрселердің барлығынан сақтайтын болғандығы үшін деп айтып жатыр. Сондықтан хафаза деп аталған дейді. Уала юайину ададан. Енді қанша періште бар ол? Хафаза.
оны не істемейміз, нақты айтпаймыз белгілеп. للاختلاف فيه يعني في العدد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وكس بلاي دي айтқан екен ابن عباس مع كل مؤمن خمس من الحفظة 5 сақтаушы періштесі бар деп айтқан екен ибн Масғуд. واحد عن يمينه біреуі оң жағында жақсылықтарын жазады, біреуі сол жағында жамандықтарын жазады, біреуі алдында оған жақсы нәрселерді салып отырады дейді, біреуі артында одан жамандықтар қайтарып отырады дейді, біреуі дәл төбесінде тұрады, насыйа деген алдыңғы жағы бас жағында. Өзінен не істейді дейді, пайғамбарға қанша салауат айтса соның барлығын жазады және де пайғамбарға жеткізеді дейді саллаллаху алейхи уассалам. Уақил мағу ситтун деп аталған екен, 60 періште болады деп онымен бірге. Уақил миатун уаси 160 деп айтылған екен. Язуббуна анху аш-шаятин, одан шайтандарды қуып тұрады деген. Фал иману бихим, енді осы хафазаларға иман келтіру, ол пайғамбарларға иман келтіру секілді, олардың санын шектемейміз деп атылды. 5-еу, 6-ау деп. Мен ғайри хасрин би адатан. Уаниятуху салихал джин, одан салихал жындар ниет ету дейді. Оған үйіп тұрған. Солардан ниет етеді. Фаяну ал-имаму ал-джамия, сондықтан имам барлығы ниет етеді. Екі сәлемменді фил асах тұрысында дейді. Көріндір ма? Екі сәлемменді бәрін ниет етеміз. Лианнаху юхатибухум, себебі сол үндеу жасап отыр. Имам дұрыс па ассаламу алейкум деп үндеу жасап отыр. Сондықтан бәрін ниет етеді. Уақила януихим бит-таслиматил ула деп айтқан екен. Бірінші сәлеммен бүкіл жамағат ниет, бүкіл адамды бәрін ниет етеді тәубе деген бәрін. Уақила такфи ал-ишарату илейхим дейді. Ниет етпесе де ишарат жеткілікті деп айтқан дейді. Бұрылғанның өзі дейді. Амандасып бұрылғанның өзі жеткілікті деген. Ниет болмаса да. Януихим деп айтып отыр ғой. Қила януихим дейді. Айтып отыр такфихи ал-ишарату илейхим дейді. Ай бил-илтифат вал-хитаб деп айтқанда. Yani assalamu aleykum ve rahmetullah deyip sen oğan işaret etip basını bұрып атсың, хитап жасап атсың, дұрыс па? Ол сол ниет етумен бірдей деп атыр. Сөйтіп те айтылған дейді. Ve yusannu niyetu al-ma'mum imamahu fi cihatihi. Енді мa'mum үйіш адам имамды ниет етеді, қай тарапында тұрса. Мысалы мен оң жағымда тұрса, оң жаққа сәлем бергенсі имам ниет етемін. Сол жағымда тұрса, сол жаққа сәлем бергенімді имам ниет етемін. Ал дәл артына түсіп қалсам, екі сәлеммен де имам ниет етемін. Фи джихати ал-ямин ин кана фиха фил ямин я фи джихати ал-ямин ау ал-ясар ин кана фиха фи джихати ал-ясар. Ва ин хазаху дәл артына түсіп қалса имамның наваху фи таслиматин, екі таслимда да имам ниет етеді деп жатыр. Лианна лаху хаззан мин кулли джихати, себебі имамның бүкіл тараптан несі болып тұр, дәл қазір оның үлесі болып тұр дейді. Ва хуа ахаққу минал хадирин, кеп тұрған адамдар ішінде ең құқылысы сол адам дейді, имам дейді. Не үшін десе, лианнаху ахсана илал маъмум билтизами салатихи дейді. Себебі ол саған жақсылық жасатты имам, қалай? Намазды өзінің мойнына алуымен да. Намаздың дұрыс болуын өзінің мойнына алды да. Сонымен саған жақсылық жасап тұрды. Сондықтан имамдыққа шығуға асықпау керек деңіз. Ал-имаму домин деп айтқанда. Имам өтеп береді, кепіл адам деп айтқанда. Жауапты адам да имам. Сондықтан имамдыққа шығуға асықпау керек. Мa'ал қауми вал хафазати ва салихил джин. Осының бәрін ниет етеді. Имам ниет етесің, қауымды ниет етесің, хафаза ниет етесің, салихил джинді ниет етесің. Ва юсану ниятул мунфарид ал-малайкат. Жалғыз оқсан періштелер ниет етесің. Из лейса ма'аху гайрухум. Періштелерден басқа ешкім болмайды дейді. Ва янбағи ат-танаббуху лихаза. Міне осы айтқан сүннеттерге мән беру керек деп жатыр. Лихазадан мақсат сүннеттерді айтып жатыр. فإنه قل من يتنبه له من أهل العلم فضلا عن غيرهم. Ілім иелері дейді бұл сүннеттерге мән бермейді. Басқасын айтпай-ақ қояйық деп жатыр. ويسن خفض صوته بالتسليمة الثانية عن الأولى. Мысалы имам болсаң, сен бірінші оң жаққа сәлем берген дауысын шығарасың, сол жаққа сәлем берген дауысын сәл түсіресің да. Солай істеу сүннет. ويسن مقارنته أي سلام مقارنة سلام المقتدي لسلام الإمام ده. İmamın birге сәлем береді. Бұл кімде? عند الإمام موافقة له للإمام ده. وبعد تسليمه عندهما لألا يسرع بأمور الدنيا дейді. Дүниенің үстіне асықпау керек дейді. Асық қоймау үшін істейді деп жатыр. Тәслимді имамнан кейін асықпай айтады үйшілер.
Ва юсанну аль-буда асықпай деген асықпай емес енді. Яғни имам сәлем бергеннен кейін айтады дегенім ғой. Ва юсанну аль-будаату бил ямин ва қад байяннаху. Енді оң жақпен бастау сүннет екен ол. Оң жақпен сәлем беріп бастау сүннет. Ва юсанну жақсы ма? Одан кейін сол жаққа. Ва юсанну интизару аль-масбуқ фараг аль-имам. Енді сен кешігіп келсең, кем дегенде бір рәкағатқа онда айтып жатыр. Саған не істеген жақсы дейді, имам екі жаққа сәлем берген күткен жақсы дейді, масбуқ болса. Екі жаққа сәлем береді, одан кейін барып тұрасың да сен. Бірінші рәкағатты немесе екі рәкағат өтеуге. Не үшін бір айтып жатыр, не үшін десе, лиуджуб аль-мутаба, мутабаға важипті себебі. Мүмкін имамға саху міндет шығар. Сен сәлем тұрып қойсаң, қайтып қайту керек болып қалады. Дұрыс па? Ал енді осы жерде мынандай бір мәселе бар да, сен тұрып қойдың, тез оқыдың да сәждеге барып қойдың. Сосын қарасаң имамы сәждеге баратыр сахуға. Енді өзің тұрып оқып қойдың ғой уже. Дәл осы жерде қайтатын болсаң намазың бұзылады деген да еще. Түсіндіңдер ма? Себебі сол рәкағатта сен жеке өтуге тұрған рәкағаттың сәждесіне барумен сен толық бөлініп кеттің да. Енді тұрып қайтып анау имамға үйітін болсаң сахуде, онда сенің намазың бұзылады деген. Лиуджуди аль-мутабаа хатта я'лама алла сахва алейхи. Сен білу керексің ғой саху жоқ екендігін. Сондықтан күтесің. Бірақ кейде жігіттер мынандай бір мәселе бар. Кейде сәлем бермей жатып тұра берсең болады. Қорқыныш болса, күн шығып береді деген, немесе мәсін мерзі өтіп береді деген, немесе бағанағы күн шығып береді десең таң намазы, немесе жұма өтіп береді, немесе айт өтіп береді десең, немесе қазір мен сәлем имам примерно білесің да, имам тәшәһүд оқып болып салауат айтып жатқан кез уақытта тұрасың да, не істейсің? Қазір болып болуы мүмкін, кептеліс адам көп болып қалса, быт-шыт болып кетеді ана жер. Әсіресе харамға барсаң көресіңдер да. Ондай кезде не істесең болады, кешігіп қалсаң, примерно имам салауат тәшәһүд біткен кезде кішкене күте тұрасыз, сәлемнарын тез-тез тұрып, имам сәлем бермесе де тез-тез бір рәкағатында тез-тез сол тұрып, екі жаққа сәлем беріп намаз аяқтай берсең болады. Сондай захмадан қорықсаң. Бірақ бағана шартпен тәшәһүдтің мөлшерінде отыру керек бірінші. Имам айтып біту керек, одан кейін тұрасың. Ерте тұруға болмайды. Жақсы ма? Осыған мән беріңдер. Жақсы, сонда осы жерде тағы бір ескеру бар жігіттер. Алдыңғы дәріске байланысты өте маңызды ескерту. Алдында кішкене бір ашықталмай қалған екен. Соны бір ашықтап жіберсек. Өткенде біз айтқанбыз. Намаздың уажиптерінде ше, намаздың уажиптері бірінші отырыс, тіпті ол хукман болса деп. Оның сүреті былай да жігіттер. Жаттап алсаңдар осыны. Ваяджибу ал-қуудул аувал фис-сахи валау кана хукман деді. Ол қалай десе, вахуа қуудул масбуқ фима яқдихи деді. Дұрыс па? Валау жаласал аувала таба лил-имам дейді. Бұның сүреті былай да. Бұл дәл осы жердегі сүрет 3 рәкағатқа кешігіп 4-ші рәкағаттан ұйыған адам масбуқты айтып жатыр. Жақсы ма? Мысалға сен 5 намазын парызды оқып тұр имам. Сен 1-ші, 2-ші, 3-ші рәкағатқа кешіктіңде имам 4-ші рәкағаттың қиямында тұрған кез үлгердің. Не істейсің сен? Сол уақытта отырасың ғой енді. Мысалы 4 рәкағатты. Сол уақытта отырдың ғой имаммен бірге. Имам екі жаққа бергенде мына үшеуі бар сенде. 1, 2, 3. Енді мынаны өтеуге тұрған уақытта не істейсің? Қайтып отырыс жасайсың. Бұл уәжіп отырыс деп жатыр да. Тіпті сен имаммен бағана отырып қойсаң да дейді бірінші отырысты. Түсіндіңдер ме? Жақсы ма? Одан кейін бағана тұрасың да не істейсің? 2-ні оқисың. Одан кейін барып соңғы отырысын жасайсың. Түсіндіңдер ме? Сүйреті осылайынан. Шейх Тахтауи осыны ашықтап айтқан. Сонда алғашқы отырысты бұл кісі нені мақсат етті? Әйтеуір соңына дейін алғашқылар мақсат етті тұр алғашқы отырыс деп. Түсіндіңдер ме жігіттер? Соны Шейх Тахтауи ашып келтірген. Сосын бізде мынандай бір мәселе бар осы жерде. Біз өтеуге тұрған уақытта ақуал тұрғысынан намаздың басын өтейміз, афал тұрғысынан намаздың соңын өтейміз. Түсіндіңдер ме? Шейх Тахтауи соны да ескерген. Мысалы сен келдің, 5-ге келсең имам 3-ші рәкағатта тұр. 3 пен 4 үлгердің. Бірақ мына екеуі алғашқы ғой. Бұл ақуал тұрғысынан сен, яғни субханаканы оқисың, тауызды оқисың, басмаланы оқисың, фатиханы оқисың. Дұрыс па? Мына жақта да солай. Ақуал тұрғысынан
1002 rakaat afal turg'usidan bu so'nggi rakaat deb aytgan. Tushundinglarmi? O'siga men bilsinglar. Жақсы, онда бүгін осы мен дәрісімді аяқтасақ, ахиру дағуана анил хамдулиллахи роббил аламин.